Сәлем қыздар, бүгін сіздерге түскі асқа да кешкі асқа да болатын өте дәмді тамақтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен етімізді жұқалап турап аламыз. Пиязымызды да ұзыншақ етіп тураймыз. Табамызға молырақ етіп май құйып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Үстіне пиязымызды салып, жақсылап екеуін қызарғанша қуырамыз. Содан соң тәтті бұрышымызды, помидорымызды және пекинский капуста болмаса кәдімгі капуста қоса берсеңіздер болады, және бір тіс чеснок қосып жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка қосамыз. Екі кесе су құйып, бұқтырып пісіреміз. Күрішімізді суға бұқтырып, бөлек пісіріп аламыз. Бетіне дайындап алған полиорымызды құйып, әдемілеп формамен немесе кәдімгі кесемен төңкеріп әдемілесеңіздер болады. Тамағымыз дайын, ас болсын.